Соңғы кездері бірде-бір бейнебаян түсірмей шығармашылық концерттерден бой көрсетпей, көзден тасада жүрген Жебе тобы жоғалғандардың себебін түсіндірді. Көбіне қазір гастрольдеміз. Еліміздің батыс жағына, шығыс жағына қарай көп кетіп жатырмыз, сондықтан көрмеген шығарсыздар. Мүмкін сондықтан да шығар. Ал шығармашылықта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жанкүйерлеріңізбен дәл қазір бөліссеңіздер болады. Бейнебаян түсіретін әнімізді әзірге біз жазып жатырмыз. Жаңағы әрлеуін жасап жатырмыз. Енді алдағы уақытта Құдай қаласа білетін боласыздар. Ал алдағы уақытта білу үшін Хит ТВ арнасын үзбей тамашалау керек. Айтпақшы, естуімізше Жебе тобы келінді болып, топ мүшесі Аян отбасын құрды дейді. Рас па? Үйленеді дедік Таразда, бірақ енді ол өкінішке орай пиар болды. Ол енді халық арасында біреу болды, өсек айтып кетеді, мынау анау айтса, анадан анаған жетіп кетеді ғой. Сол сияқты ол жай өсек десек болады. Жігіттер, өсек жайдан жай шықпайды, дегенмен бізді сеніп қалды деп ойлаңыздар. Ал халықты сендіру және сенімді ақтау қиын. Жарайды, ашып айтпасаңыздар, жеке өмірді шетке ысырып шығармашылыққа қайта оралайық. Алдағы уақытта осы Алматы қаламыздың өзіміздің студенттер арасына өзіміздің жеке бір шығармашылық концертіміз берсек деген ойымыз бар. Естідіңіздер ғой, тек қана студенттер қауымына. Сонда орта буын бұл концертті тамашалау мүмкіндігінен айырылып отыр ма? Келем деп жатса оған қарсылық жоқ. Үлкен буындарға Құдай берсе республика сарайында береміз. Ай, жігіттер, ай, бір жерден бас, бір жерден құлақ шығарып жүріп, әйтеуір ақталып жауап берді. Әрине, алғашқы шығармашылық концерттеріне тыңғылықты дайындаламыз деп қобалжып жүргендеріңізді түсінеміз. Біз Алматы қаласына бірінші рет қойып жатырмыз жеке шығармашылығымызды. Бірінші өзімізді сынақ ретінде көрсек деген ойымыз бар. Жаңағы айтып жатырмыз студенттерге тек деп. Енді билеттерімізді тек сол студенттерге ғана таратып жатырмыз. Демек, билеттері де қолжетімді бағамен сатылуда деген сөз. Ендеше құрметті жастар, егер сіз жоғарғы оқу орнында оқитын студент болсаңыз ғана концертке кіре аласыз. Ал орта буынға тек қана көк жәшіктен тамашалау мүмкіндігі бұйырар.